Кіші Флойд Мейвезер 1977 жылы 24 ақпанда Гранд Рапидс, Мичиган, ақш-та дүниеге келген. Жартылай жеңіл салмақта өнер көрсеткен америкалық кәсіпқой боксшы. 2005, 2007 және 2013-2015 жылдар аралығындағы Ring журналы бойынша салмақ дәрежесіне қарамастан үздік боксшы. The Ring журналы бойынша 1998 және 2007 жылдардағы жыл боксшысы атақтарының иегері. БУА 2007, 2013 және 2015 нұсқасы бойынша жыл боксшысы, кәсіпқой бокс тарихындағы ең жоғары жалақы алатын боксшы. 1996 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері. 1998-2001 жылдардағы әлем чемпионаты бойынша екінші жеңіл салмақтағы әлем чемпионы, 2002-2003 жылдардағы әлем чемпионаты бойынша жеңіл салмақтағы әлем чемпионы. 2005 жылғы әлем чемпионаты бойынша бірінші жартылай орта салмақтағы әлем чемпионы. АФ 2006 бойынша жартылай ауыр салмақта әлем чемпионы. 1Б нұсқасы 2006, КУЗ 2006, 2007 және 2011 жылдан бастап нұсқалары, 2014 жылдан бастап УБА нұсқалары, 2015 жылдан бері УБА нұсқалары. 2007 жылы және 2013 жылдан бастап әлем чемпионаты бойынша бір орта разрядтағы әлем чемпионы, 2012 жылдан бері БА. 2015 жылдың қыркүйегінде Андре Бертоны жеңгеннен кейін Мейвезер 49 жекпе-жегінде 49 жеңіске жеткен. Оның 26-сы нокаутпен. Наурызда атақты Рокки Марсианоның рекордын қайталап, кәсіпқой рингтен жеңіліске ұшырағанын жариялады. 2017 жылы Мейвезер ирландиялық ма боксшысы Конор Макгрегормен жұдырықтасу үшін мансабын жалғастыруды шешті. Кіші Флойд Мейвезер Мичиган штатының Гранд Рапидс қаласында боксшының отбасында дүниеге келген. Оның әкесі бұрынғы жартылай ауыр салмақтағы Флойд Мейвезер атақты Шугар Рэй Леонардпен кездесті. Джефф Мейвезер мен Роджер Мейвезер ағалары кәсіпқой боксшылар болған. Роджер 2 рет әлем чемпионатында жеңіске жетіп, кейін Флойдтың жаттықтырушысы болды. Мейвезердің тәтесі спидтен қайтыс болды. Ол туғаннан анасының фамилиясын алды, бірақ кейінірек оны әкесінің фамилиясына ауыстырды. Ол кішкентай кезінен бастап бокста ол ешқашан өмірінің ажырамас бөлігі болды, өзі үшін қызметтің кез келген басқа түрін қарастырады. Әкем есірткіні қолданып, сатып, ақыры түрмеге қамалды. Мейвезер мырза, есірткі қолдансам да, ұлымды ата-анасының назарынан айырған емеспін. Мен есірткі саттым, бірақ отбасыма табыс әкелдім. Оның ең жақсы киімдері болды, мен оған ақша бердім. Бокс Мейвезер үшін әкесінің жоқтығына төтеп беру тәсілі болды. Мейвезер түрмеде жазасын өтеп жатқанда, оның ұлы жылдамдықпен және рингке деген ерекше сезіммен мектепті тастағаннан кейін боксқа құйылды. Мен анама қамқор болу үшін не үйренетінімді білдім. Және мен ол кезде мен үшін мектеп соншалықты маңызды емес деп шештім. Мен өмір сүру үшін боксты үйренетін болдым, деді Мейвезер. Менің әлеуетімді алдымен әжем көрді деп еске алды спортшы. Жас кезімде мен оған жұмыс табуым керек деп ойлаймын дедім. Ол, жоқ, жай бокс, деді Флойд Мейвезер өзінің әуесқойлық мансабын 1993 жылы бастады. 3 жыл қатарынан бас жартылай кәсіпқой жүлде алтын қолғапты жеңіп алды. Осы аз ғана уақыт ішінде жас боксшы 90 жекпе-жек өткізіп, оның 6-ауында ғана жеңілген. Болашағынан үміт күттіретін жауынгер бет әлпетіне тиген соққылардан шебер жалтарып, беті ешқашан қиылған жоқ. Сондықтан рингтегі әріптестері оны әдемі деп атай бастады, және бұл лақап ат оған жабысып қалды. Флойдтың халықаралық сахнадағы дебюті оның Атлантадағы Олимпиада ойындарында өнер көрсетуі болды. Онда ол 3 орын алды. Бокс Флойдтың жеңіл салмақтағы бірінші жекпе-жегі рингте жаңадан шыққан әріптесі Роберто Аподакамен болған жарыс болды. Осыдан кейін, 2 жыл ішінде Мей 15-тен астам жекпе-жек өткізіп, көбінесе нокаутпен аяқталды. Бойы 73 см болатын Флойд бастапқыда өте аз болды, 60 к. Спортшы өзінің мансабында 5 салмақ тобын ауыстырып, категориядан категорияға үнемі ауысып отырды. Флойд Мейвезер бірден жекпе-жектің ерекше түрін жасады. Ол өте әсерлі емес, бірақ өте тиімді. Бұл оған үнемі жеңімпаз болуға мүмкіндік берді. 21 жасында қиын титулды қарсыласы Дженнаро Чиканито Эрнандеспен турнирде кездескен Флойд Мейвезер оны күтпеген жерден нокаутқа түсіріп, OBS нұсқасы бойынша әлем чемпионы атанды. Жекпе-жектен кейін тақтан тайған чемпион Флойд туралы, мен бұлай жеңілемін деп ойламадым. Ол техникалық жағынан өте жылдам.
Мейвезердің промоутері Боб Арум, Флойд, Мұхаммед Әли, Шугар Рэй Робинсон және Шугар Рэй Леонардтың мұрагері, ол ерекше боксшы. Беделді ринг басылымы Флойдты жылдың жаңалығы деп атады. Ол бұл атақты тағы 4 рет растады: 2002, 2005, 2006 және 2007. Сол кезеңнің ең жақсы жекпе-жектері Артуро Гатти, Заба Юда, Оскар де ла Хойямен кездесулер болып саналады. Олар жас боксшы Рики Хаттон мен Виктор Ортисті жеңе жаздады. 2013 жылдың қыркүйегінде Супер Обез және ринг титулдары ойналды. Мейвезер және Сауль Альварес мансабында алғаш рет жеңіліп қалды. Оны тең деп шешкен төреші кейін қызметінен кетті. Таблоидтық бағалауларға сәйкес, Флойд мексикалықты жеңгені үшін $75 миллион алды. Мейвезердің мансабындағы шиеленісті сәттердің бірі оның Маркос Майданамен жекпе-жегі деп санауға болады. Онда чемпион мүмкіндікті жіберіп ала жаздады. 2014 жылғы жекпе-жекте Флойд Мейвезер қарсыласынан ең көп соққыны өткізіп алды. Бірақ сол кезеңде бокс жұлдызы жас поп әнші Джастин Бибермен достық қарым-қатынас орнатты. Продюсерлердің пікірінше, әншіге қатыгездік қажет болды, ал жеңілмейтін боксшымен жаттығу оған көмектесуі керек еді. Осы мақсатта бокстан жас канадалық жаттықтырушы болған Флойдпен кездесу ұйымдастырылды. 2015 жылы 3-ші әрекетінде Мейвезер филиппиндік Мэнни Пакьяомен жұдырықтасты. Турнирде боксшылар салмақ дәрежесіне қарамастан ең күшті атақ үшін, бірден титулдар үшін жарысқа түсті. Кәсіби бірлестіктер мен Оскар де ла Хойя басқаратын Golden Boy Promotion сыйлығы. Флойд жекпе-жек үшін $210 миллион алды. Кейбір дерек көздер букмекерлік кеңселердің барлығы бір ауыздан Мейвезердің жеңісіне бәс тіккенін және қателеспегенін айтады. Жекпе-жектен кейін Пакьяо оның иығы жарақаттанғанын айтты, ал ұйымдастырушылар ауруды басатын дәрі енгізуге тыйым салды. Допинг тазалығын сақтаңыз. Отандасымыз Андре Бертамен 49-шы кездесуде жеңіске жеткен боксшы Рокки Марчианоның рекордын ең көп рет қайталады. Жеңіске жеткен турнирлер. Бір жылдан кейін менеджерлер Флойд ешқашан рингте жұдырықтаспаған кейбір бокс жұлдыздарымен келіссөздер жүргізе бастады. 2016 жылдың басынан бері баспасөзде ирландиялық Конор Макгрегор және қазақстандық спортшы Геннадий Головкинмен кездесуге дайындық туралы қауесеттер тарай бастады. Ал қазақстандықпен жекпе-жек өткізу туралы түпкілікті шешім әлі қабылданбаса, 2017 жылдың 26 тамызында Лас-Вегаста өтетін Макгрегормен жекпе-жек жылдың басты оқиғасына айналды. Бірін-бірі балағаттап, бірін-бірі жыртуға уәде берген қызу баспасөз мәслихаттары қоғамның қызығушылығын арттырды. Ол кезде Мейвезердің байлығы $765 миллион бағаланған еді. Флойд Конордың бұл шешіміне оның ақымақ емес екенін айтып, пікір білдірді. Жарты сағатта $300 миллион табу мүмкіндігінен бас тартты. Бұл соманың 1/3 алған жанкүйерлер рингте өткізген 1685 секундтың әрқайсысы үшін $178,041 толтырды. Өзіне тән мінезімен, журналистермен әр кездесуде 40 жастағы Мейвезерді екінші раундта сөзбен қоқан-лоққыдан тайынбай жеңуге уәде берді. Дегенмен тәжірибе көрсеткендей, ирландиялық шоуменнің таланты бокстан жоғары деңгейде болып шықты. 10 раундта Мейвезер намысқой Макгрегорды нокаутқа түсіріп, ғасыр жекпе-жегінде жеңіске жетті. Файтері Нейт Диас әріптесіне небәрі 2-3 раунд берді. Ол кезде Макгрегордың желкесінен демалған ресейлік Хабиб Нурмагомедов боксшымен аралас өнер спортшысы арасындағы жекпе-жекті екі спорт түрі ішінде масқара деп санады. Өйткені бокс жанкүйерлері негізінен жекпе-жек өнерін білмеймін, Флойд жеңеді, олар бокстан төмен екенін айтады. Егер мұндай жұлдыз жеңілсе, бұл бокстың имиджіне зиян тигізеді. Ол бойынша мықтыларды жеңіп, биікке шықты. 2018 жылдың күзінде жеңілмеген Мейвезердің спорттық өмірбаяны жалғасты. Флойд Хабиб Нурмагомедовтың жекпе-жек шақыруын қабылдады, бірақ жекпе-жек 8 бұрышта емес, рингте өтеді деген шарт қойды. Совет спорты атап өткендей, хайп үшін Нурмагомедовтың Гималай аюымен немесе жерден тыс өркениет өкілімен бетпе-бет келуін алға тартуға болады. Мейвезер жекпе-жек спорт әлеміндегі Макгрегордан да көп ақша әкелетін жалғыз тұлға. 2021 жылдың 28 сәуірінде Мейвезер видеоблогер Логан Полмен жекпе-жек өткізетінін хабарлады. Бұл кездесу ертерек өтуі керек еді, бірақ пандемияға байланысты оны кейінге қалдыру туралы шешім қабылданды. Кәсіпқой боксшының жекпе-жек жоспары оның өтуіне дейін сынға ұшырады.
Осылайша оның бұрынғы қарсыласы Сауль Альварес боксшының мұны тек ақша үшін жасайтынын айтты. Бұл шайқаста кім жеңеді деген сұрақ іс жүзінде дау тудырмады. Спорт әлеміне жақын көрермендер Флойдтың жеңісіне сенім білдірді. Логан барлық 8 раундқа созылды, бірақ төрешілердің жоқтығынан жекпе-жекті тек нокаутпен жеңуге болатын еді. Олай болмады, жеңімпаз жарияланбады. Сол жылдың күзінде Мейвезерді Оскар де ла Хойя жекпе-жекке шақырып, $100 миллион төлеуге уәде берді, бірақ кездесу өтпеді. Қазір Флойд Мейвезер. Қазір нокаутшының есімі желідегі бақ пен баспа басылымдарының жаңалықтар беттерінде көрінуін тоқтатпайды. 2023 жылы 26 ақпанда Лондонда спортшы аралас жекпе-жек файтері Аарон Чалмерспен спарринг өткізді. 8-ші раундта тең аяқталған жекпе-жек бокс ережесі бойынша өтті. Байлықты бағалау Мейвезердің іскерлігін жоққа шығаруға болмайды. Сонау 2006 жылы боксшы келісім шартты өзгертіп, еркін агент атану үшін $750 мың аямаған. Ол өзінің Mayweather Promotions компаниясын құрды, және роялтиді сыртқы промоутерлермен бөлісуді тоқтатты. Флойд, Forbes журналының мәліметі бойынша $915 миллион табыс тауып, 10 жылдықтың 2010-2019 ең бай спортшысы болды. Celebrity Net Worth интернет платформасы бойынша. Сонымен бірге, 2021 жылы оның өзі миллиардер болғанын мойындады. $1-2 миллиард. Instagram профилінде боксшы өзінің сәнді өмірін көрсетуді ұнатады. Осылайша, 2019 жылы ол $8 миллион қолма-қол ақшасының қандай екенін көрсетті. 1000-ға жуық спортшы паркі бар. Сәнді автокөліктер. 2015 жылы $5 миллион сатып алынған Bugatti Veyron Grand Sport Bikes көлігінің майын ауыстыру үшін көлік әуесқойлары $5 миллион алмаспен қапталған көміртекті суперкар Koenigsegg Trevery мен $35 миллион Gulfstream ұшағын төлеуге қарсы емес. Мейвезерге батыс баспасөзінде нокаутшы саяхаттау кезінде жеке әуе көлігіне шамадан тыс жүктеме түсірмеу үшін қауіпсіздік үшін бөлек ұшаққа тапсырыс бергені туралы қауесет тарады. Жеке өмірі. Флойд Мейвезер жеке өмірінде еркіндік принципін ұстанады. Боксшы өзінің көп қыздарының ешқайсысымен ресми қарым-қатынасты ешқашан рәсімдеген емес. Соған қарамастан екі таңдаулысынан 4 баласы өсіп келеді. Мелисса Брим оған Янна атты қыз сыйлады. Спортшы шамамен 15 жыл бірге өмір сүрген Джози Харристен Кораун мен Сион есімді 2 ұл, сондай-ақ қызы Джира дүниеге келді. Боксшының қыздары оның агрессивтілігіне жиі шағымданды. 2002 жылы. Сосын Мелиссаны көлікке күштеп отырғызып, ұрып соғады. Спортшы өз кінәсін мойындап, айыппұл төлеп, қоғамдық жұмыстарға тартылып, 2 күн үй қамауында отырды. 2012 жылы полиция сол кезде Мейвезермен ажырасып кеткен Джози Харристің мәлімдемесін алды. Оқиға әйелдің үйінде орын алған, ол жерде боксшы ішке кіріп кеткен. Рұқсатынсыз баланың көзінше ұрып соққан. Мен күйзеліске ұшыраған әйел болдым. Өзімнің айтқаным мен істегенімнің бәріне өзімді кінәлі сезіндім. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болдым. Ол менің шашымнан ұстап жерге түсірді де, жұдырығымен басымнан ұрып, қолымды бұра бастады. Ол мені және мен кездесіп жүрген жігітті өлтіремін деді. Мен ұлыма ризамын, өйткені Флойдтың мені қанша уақыт ұрғанын білмеймін деді жәбірленуші. Содан кейін Мейвезер 90 күндік түрмеге жабылды. Боксшы олардың 60-ына ғана қызмет етті. Ол үлгілі мінез құлық үшін босатылды. 1 жылдан кейін Шантель Джексон чемпионның әйелі болды. Флойд $10 миллион гауһар тасты сақинамен үйлену туралы ұсыныс жасады. Ол қалыңдықтың жасырын түрде түсік жасатып, егіздерден құтылғанын білгенде, ол қарым-қатынасты бірінші болып үзгенін айтты. Мейвезер сақинаны алып, оны тапаншамен қорқытты, моральдық тұрғыдан қорлады, және жеке өмірінің құпиясын ашты. Бұдан кейін боксшы өзінен 8 жас кіші массажист Дорали Мединамен кездесті. 2017 жылдың басында спортшы 40 жылдық мерейтойын тойлау кезінде жағымсыз оқиғаға тап болды. Ол бірнеше күнге үйден кетіп қалды. Қайтып оралған күннің кейіпкері сарайдың тоналғанын білді. Ұрылар 2020 жылдың наурыз айында $145 мың тұратын құнды заттарды алып кеткен. Қайғылы оқиға, 3 баланың анасы Флойд Джози өз көлігінде өлі күйде табылды. Құқық қорғау органдары алғашқы тексеру кезінде ешқандай зорлық белгілерін таппады. Кейінірек боксинг сәні марқұмның денесінен түрлі есірткі қалдықтары табылғанын хабарлады.
дәрілік заттардың өзара әрекеттесуі аралас уыттылыққа келді. Сол айда чемпионның атақты ағасы және жаттықтырушысы Роджер Мейвезер қайтыс болды. 58 жастағы туысының өлімінің себебі жарияланбады. Соңғы жылдары оның жағдайы нашарлап кеткені атап өтілді. Содан кейін жұртшылық Флойдтың жаңа таңдалғаны Floyd Girl Collection түнгі клубының жетекші биші туралы білді. Шетелдік бақ-та кәсіпкердің одан балалы болуды жоспарлап, ұсыныс жасағаны туралы жаңалықтар пайда болды. Абсолютті чемпион Анна Манрамен клубқа сұхбат бергенде кездесті. Бір қызығы, ол алдымен бас тартты, ал келесі күні оған қоңырау шалып, ынтымақтастық туралы ұсыныс түсті. Кейінірек британдық таблоид Сан таңдалғандардың ажырасқаны туралы жаңалықтарды жариялады. Бұл жұпқа жақын инсайдер журналистерге олар Флойд Мейвезер боксқа көңіл бөлуді жоспарлағандықтан, ол бірнеше көрме жекпе-жегіне рұқсат берді. Жетістіктері мен марапаттары. 5 салмақ дәрежесі бойынша бокстан әлем чемпионы. 1996 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері. ОБ чемпиондық белбеулерінің иегері. 50 шайқаста 50 жеңіс.